Ассалаумағалейкум. Халықаралық орыс тілі ұйымын құру туралы жаңалық елдің бәрін шулатты. Бұл ұйымды Тоқаевтың өзі құруды ұсынды деп айтып жатыр. Енді мұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Тоқаевтың шын мәнінде кім екені, кімге қызмет етіп жатқаны, оны түсінетін адамдар түсінеді, білетін адамдар біледі. Сондықтан мен мұнда еш таңғалған жоқпын. Бірақ мұнда көңілге тиетін басқа нәрсе. Ол депутаттар. Депутаттардың бәрі бұл ұйымды құруды бір ауыздан қолдап отыр. Және қолдап қана қоймай, олар соған баяндама жасап, оның қажет екенін халыққа түсіндіріп әлек болып жатыр да. Ермұрат Бапи бар, Айдос Сарым бар, басқалар бар. Енді осының бәрін көріп, мен ұялам да кәдімгідей. Біздің парламент үшін ұялам. Мейлі жарайды, олар үндемей қойса болар еді ғой. Бірақ орыс тілін мақтап, әдейі соған баяндама жасап жүргендер ол енді нағыз шектен шығу. В настоящее время русский язык выступает серьезным консолидирующим фактором сохранения и поддержания дружественных, добрососедских отношений на пространстве СНГ. Русский язык выступает в качестве инструмента глобальных коммуникаций, в том числе в решении международных и региональных проблем, принятии документов в рамках таких организаций, как СНГ, ШОС, СВМДА, ОДКБ, ЕАЭС и других структур. Это будет способствовать переводу национальной литературы и контента на русский язык, а через это позволит им выходить на мировые интеллектуальные рынки. Без орыс тіліне Ресей Федерациясының ғана жеке дара меншігі деп қарамауымыз абзал. Әлемде қанша адам, қанша қоғам орыс тілін тұтынатын болса, сол арқылы ақпарат алып, ақпарат тарататын болса, орыс тілі солардың да ризығы, игілігі болып табылады. Ал кезінде сол депутаттардың біразы парламентке дейін ел арасында сыйлы адамдар болған, халықтың үміті болған, біз үйтеміз, бүйтеміз, қатырамыз деп, мен сендер үшін өлуге дайынмын деп айтқан сөздер естеріңізде шығар. Оның бәрі тарихта қалады. Енді сол адамдар парламентте жылы орынға отырып, өз креслоларына жабысып алған. Сонда оларға олардың депутаттық мансабы өз ар намысынан жоғары болып тұр. Және ол ғана емес, бүкіл қазақ халқының ар намысынан жоғары болып тұр. Олар өз мансабын өз ана тілінен жоғары қойып тұр. Енді мұнда біздің қазақ тілінің не қатысы бар екенін кейбір адамдар түсінбейтін шығар. Кейбір адамдар сұрауы мүмкін, қазақ тілінің мұнда не қатысы бар? Орыс тілі ұйымын құру қазақ тіліне ешқандай зиян келтірмейді деп министр Саясат Нұрбектің өзі солай айтты. Біздің ішкі саясатымызға, қазақ тілінің мәртебесіне, қазақ тілінің жалпы тілдік саясатының ықпалы болмайды ешқашан. Бұл нағыз өтірік. Орыс тілі ұйымын құру ол қазақ тілін тұншықтыру. Неге десеңіздер, бізде қазіргі жағдайда Қазақстанда қазақ тілін дамытудың жалғыз жолы орыс тілінің ресми қолданысын шектеу. Неге? Өйткені біздің қоғам әлі де орыс тіліне тәуелді. Біз орыс тіліне тәуелді болғандықтан үнемі орыс тілін таңдап жүреміз. Сондықтан қазақ тілі әрқашан екінші орында қалады. Егер біздің қоғамның 90-95% орыс тіліне тәуелсіз болса, онда мейлі орыс тілін қанша жерден дамыта бер, қазақ тіліне ол ешқандай зиян тигізбейтін еді. Қазақ тілі өз бетіне тәуелсіз тіл болып дамитын еді. Бірақ жағдай ондай емес. Егер біздің халықтың 90-95% жүрген жерінде қазақ тілін қолданса, орыс тілін ешқашан қолданбай жүрсе, күнделікті өмірде сөйлескенде, құжат толтырғанда, кез келген құжатты тек қазақ тілінде жазып жүрсе, қазақ тілінде нұсқасын талап етіп жүрсе, банкоматта тек қазақ тілін таңдаса, өздерінің смартфонын қазақ тілінде қолданса, бүкіл техниканың барлығын тек қазақ тілінде қолданса, әлеуметтік желілерде тек қазақ тілін қолданса, қазақша шрифт орнатып, WhatsAppта хат жазғанда, YouTube'да комментарий жазғанда тек қазақша әріптерді қолданып жүрсе, орысша әріптермен бұрмаламай, шығармашылықпен айналысатын адамдар контентті тек қазақ тілінде шығарса, жазушылар тек қазақ тілінде кітап жазса, журналистер тек қазақ тілінде мақала жазса, видео контент шығаратын блогерлер тек қазақ тілінде видео шығарса. Ал бізде ондай емес қой. Бізде күшті, мықты деген ғалымдар бар, педагогтар бар, қазақ тілін жетік меңгерген, қазақша сабақ береді. Бірақ олар оқулық басып шығарған кезде оны орыс тілінде шығарады. Мен ондайлардың талайын көрдім. Бізде күшті блогерлер бар, қазақ тілін жақсы жетік меңгерген. Олар көбінесе орысша видео түсіруге тырысады. Тағы да осындай мысалдар өте көп. Неге солай? Өйткені олар ең бірінші өзінің пайдасын ойлайды. Орыс тілінде контент шығарсам, онда мен тезірек танымал боламын, мен көбірек пайда табамын деп сондай жағын ойлайды. Осындай орыс тіліне тәуелдік бар кезде қазақ тілі ешқашан дамымайды. Сондықтан қазақ тілін дамыту үшін бізге тек бір нәрсе керек. Орыс тілінің ресми қолданысын барынша шектеу керек. Сол кезде біз орыс тіліне тәуелдіктен құтыламыз. Сол кезде ғана қазақ тілі дамиды. Сондықтан осындай ұйымды құру, оны қаржыландыру, ол кәдімгідей қазақ тілін тұншықтыру болып саналады. Енді ең аяныштысы ол емес. Ең аяныштысы білесіздер ме? Біздің сондай парламентке ешқандай үміт артпауымыз. Біз парламенттің сондай болғанына тіпті таңғалмаймыз да. Соған етіміз әбден үйреніп кеткен, біз үшін ол қалыпты жағдай болып кеткен. Және одан да жаманы біздің балаларымыз соны көріп өседі. Оларда парламент сондай болу керек деген түсінік қалыптасады. Олар парламенттің басқаша болу мүмкіндігін тіпті ойлай алмайды. Олардың түсінігінде ондай ұғым жоқ.
Олар депутаттардың өз жұмысын адал атқаратынын, халық мүддесін қорғайтынын тіпті түсінбейді де. Өйткені олар сондайды көрмей өсті. Сондықтан ол ұрпақ кейін биліктен ештеңе талап ете алмайды. Олар бәріне қолын сілтеп жүре береді. Ең жаманы сол да. Енді біздің парламентті басқа елдердегі парламентке салыстырсақ, мен өзім ағылшын тіліндегі контентті көп қараймын. ютубта кейбір кезде ақш-тағы конгрессте болып жатқан кейбір отырыстарды тыңдаймын, немесе еуропарламенттердегі кейбір маңызды мәселелер талқылаған кезде соларды тыңдаймын. Шет жағасын кейде естіп тұрамын да. Сол кезде мен солардың депутаттарына, сенаторларына қатты риза боламын. Олар өз жұмысын адал атқарады. Олар өз халқы үшін аянбай еңбек етеді. Бірнеше мысал келтірейін. Осының алдында мен Павел Дуров туралы видео түсіргем. Сол видеода мен айтқам, биыл жылдың басында ақш конгрессінде бір отырыс болған. Сол отырысқа олар ең ірі әлеуметтік желілердің басшыларын шақырған, соларға кәдімгідей тергеу жасаған. Сонда TikTok-тың, Facebook-тың, басқа да әлеуметтік желілердің басшылары сол жерде отырып, депутаттардан жаман сөгіс естіген. TikTok-тың басшысына оның Қытай коммунистік партиясына байланысы бар ма жоқ па соған қатысты көптеген ыңғайсыз сұрақтар қойып, соларға көңіл толарлық жауап талап еткен кезде анау байғұс міңгірлеп сол жерде сүмірейіп отырды. Немесе Марк Цукербергті Инстаграмдағы педофилиялық контент үшін айыптаған кезде депутаттар оны жаман ұрысты. Сол байғұс Цукерберг ана жерде әбден сасқалақтап не айтарын білмей қалды. Содан кейін орнынан тұрып бәрінен кешірім сұрады. Ойлаңыздаршы, әлемдегі ең бай адамдардың бірі сүмірейіп депутаттардан сөгіс естіді. Енді ондай жағдайды біздің Қазақстанда елестетіп көре аласыздар ма? Біздің Қазақстандағы ең бай адамдар Болат Назарбаев, Тимур Құлыбаев, осылай біздің депутаттарымыздың алдында сүмірейіп отырып олардан сөгіс естісе, ондай нәрсені елестету мүмкін емес. Біз үшін ол басқа бір параллельді әлем, бір ертегі сияқты. Ал біз өзімізде Қазақстандағы жағдайға әбден үйреніп кеткенбіз. Біз оны қалыпты жағдай деп санаймыз да. Ең жаманы сол. Тағы бір мысал пандемияға қатысты. Пандемия кезінде ақш-тағы кейбір лауазымды тұлғалардың, соның ішінде Антони Фаучидің, ол ақш-тағы жұқпалы аурулар мен аллергия институтының директоры, сол кісінің Қытайдағы Ухань вирусология институтына байланысы бар екені анықталған. Оның сол институтқа ақша төлеп, арнайы грант бөліп, оларға тапсырма бергендігі, жарғанат коронавирустардың генетикасын өзгертіп, оны адамға жұқпалы етіп өзгерту тапсырмасын бергендігі, ондай жұмыстарды gain of function research деп атайды. Жалпы Америкада ондай зерттеулерге тыйым салынған. Сондықтан олар оны Қытай арқылы істеді. Содан кейін пандемия кезінде осы тақырыпты зерттеген 3 ғалым болған. Бұл вирус табиғатта өзі пайда болды ма, әлде оны лабораториядан жасап шығарды ма деген сұраққа жауап алу үшін зерттеу өткізген. Содан кейін зерттеудің қорытындысы бойынша олар бұл вирус лабораториядан шыққан екен деген сондай тұжырымға келді. Бірақ кейін Антони Фаучи ол ғалымдарды бір-бірден өз кабинетіне шақырып, оларға қысым көрсеткен. Содан кейін оларға грант беріп, олардың ауыздарын жапқан. Содан кейін ол ғалымдар өздерінің мақаласын басып шығарған кезде, жоқ, бұл вирус табиғаттан шықты деп жазған. Осының бәрін олар жай қалдырмаған. Сол депутаттар, соның ішінде Рэнд Пол деген сенатор, Антони Фаучиге осы сұрақтардың бәрін қойып, оны жаман қинаған. Және бір емес, екі емес, оны бірнеше ай бойы соңынан қалмай осы сұрақтарға жауап талап еткен. Міне депутаттар осындай болу керек. Өз ісіне берік, адал, халықтың мүддесін бәрінен жоғары қоятын, ешкімге сатылмайтын, ешкімнен қорықпайтын, және бір алған бетіне қайтпайтын, соңына дейін қазбалайтын. Депутаттар ғана емес, журналистер де сондай болу керек. Біздің журналистер де ондай емес, депутаттар да ондай емес. Жоғарыдан келген инструкцияны ғана орындайды, оның сыртына шыға алмайды. Осындай қоғамда әділдікке қол жеткізу өте қиын, тіпті мүмкін емес деп айтуға болады. Сондықтан менің айтайын деп отырғаным, негізгі ойым, осындай билікке ешқандай үміт жоқ. Президенттің түрі анау, парламенттің түрі анау. Олардан ешқашан ешқандай жақсылық күтуге болмайды. Сондықтан бізге халыққа өзіміз, өз күшімізді бұған жұмсау керек. Өз қолымыздан келгенді істеу керек қазақ тілі үшін. Әрине біздің қолымызда мүмкіндік аз, бірақ бар мүмкіндікті пайдалану керек. Әркім өзі не істей алады, соны істеу керек. Кім қазақ тілінде кітап жаза алады, сол кітап жазу керек. Кім мақала жаза алады, сол мақала жазу керек. Кім видеоларды қазақ тіліне аудара алады, мультфильм болсын, кино болсын, соны істесін. Бізде ондай энтузиастар бар, бірақ ең өкініштісі, оларды ешкім қаржыландырмай жатыр. Мұнда бизнестің де көмегі керек. Егер бизнес осының бәрін қаржыландырса, біз енді сәл болса да қазақ тілі үшін өз үлесімізді қоса алар едік. Сондықтан бізге, біздің қазақ бизнесмендерге осыған қарай бет бұру керек. Осындай энтузиастарды тауып, соларды қаржыландыру керек. Одан басқа біз ешкімге үміт арта алмаймыз. Біздің билікке ешқандай үміт жоқ. Қазірден бастап осының бәрін істеу керек. Біз мәңгі күтіп отыра алмаймыз. Қашан билік ауысады екен деп, қашан қазақ тілінің мүддесін қорғайтын адамдар билік басына келеді екен деп біз отыра алмаймыз. Осылай біз отыра берсек, 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, қазақ тілі артта қала береді, орыс тілі ары қарай дами береді. Сөйтіп біз өз ана тілімізден айырыламыз. Бізге осылай қарап отыруға болмайды. Халыққа өз қолынан келгенше еңбектену керек. Болашақта осының бәрін қаржыландыратын адамдар табылады деп ойлаймын. Бірте-бірте бізде осы жүйе қалыптасады деп ойлаймын. Сондықтан бізге қазір үмітімізді үзбей, басымызды салбыратпай, биліктен ешқандай қайыр жоқ деп отыра бермей, қолымызды сілтемей, осының бәрін ары қарай жалғастыру керек.